таблицасын реттік номер 83-нен ары қарай радиоактивті элементтер. Радиоактивті элементтер өздігінен өзі бірақ альфа, бета, гамма сәулелерін шығарады. Мен осы сәулелер туралы айтайын. Мына жерде мынандай бір құты ыдыс қойғанда ішіне радий элементі салып қойыпты. Радий элементі бұл радиоактивті элемент. Өздігінен өзі альфа, бета, гамма сәулелерін шығарады. Оны магнит өрісінде орналастырған. Сөйтіп, мына қарама қарсы жаққа фотопластинка қойып қойса, радиоактивті элемент өздігінен өзі ыдырайды екен да, тура өзінің тұсын күйдіреді екен. Бұл тура өзінің тұсында мына магнит өрісінде бұрылмай түзу кетіп қалған сәуле гамма сәулесі екен. Гамма сәулесі нейтрал бөлшектердің ағыны, яғни зарядсыз бөлшектердің ағыны. Сондықтан ол ешқандай бұрылмастан түзу барып күйдіріледі. Енді келесі сәулеміз азғантай ғана бұрышқа бұрылады екен, бұл бета сәулесі. Бета сәулесі теріс зарядталған электрондардың ағыны. Бета сәулесі электрон минус 1-де 0. Келесіміз үлкенірек бұрышқа бұрылып бұрылады екен. Үлкенірек бұрышқа бұрылатыны альфа. Альфа деп отырғанымыз оң зарядталған бөлшектердің ағыны. Альфа сәулесін басқаша атпен гелий ядросы деп атайды. Гелий ядросы. Яғни гелий 2-де 4. Енді осылардың қасиеттеріне тоқталып кетейік. Қазір бір қасиетін жазып қойдық сразу бірден. Байқасаңыз, электромагниттік өрісте бұрылмайды қайсысы? Гамма. Яғни электромагниттік нарыға жазуға болады, электромагниттік өрісте гамма бұрылмайды. Үлкен бұрышқа бұрылады, альфа. Азғантай бұрышқа бұрылады, бета бұрылады. Мына екеуі қарама қарсы бұрылып тұр. Неге десеңіз, электронымыз теріс, мынауымыз оң зарядталған бөлшек болып тұр. Енді бұлардың өтімділіктері туралы айтайық. Өтімділігі. Проводимость деме өтімділігі. Өтімділігі ең күштісі гамма сәулесі. Бұл қалыңдығы бірнеше сантиметр, қорғасын пластинкасынан өтеді екен. Қорғасын пластинкасынан өтеді. Өтімділігі өте күшті. Енді өтімділігі өте әлсізі бұл альфа сәулесі. Өтімділігі өте әлсіз. Бұл бір парақ қағаздан өтпей қалады. Бір парақ қағаздан өтпейді. Өтімділігі орташасы гамма сәулесі. Бұл деп отырғанымыз қалыңдығы бірнеше сантиметр алюминий пластинкадан өтеді екен. Сонда ең күштісі гамма болды, ең әлсізі альфа болды, орташасы бета болды. Мынандай сіздерде тестінің сұрағы бар. Бұл альфа, бета, гамма сәулелері атом бомбасы жарылғанда бөлініп шығатын сәулелер. Сонда сіз противогаз киіп алсаңыз, осы сәуленің қайсынан қорғанамыз, бәрінен қорғана аламыз ба деген сұрақ бар. Противогаз киіп алсаңыз, сіз альфа мен беттадан ғана қорғана алады екенсіз, гаммадан қорғана алмайды екенсіз бәрібір. Өйткені гамманың өтімділігі өте күшті. Енді